Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз мына түрлі түсті қағаздардан фигуралар жасаймыз. Ол үшін бізге қайшы, желім қажет және түрлі түсті қағаздар. Бірінші түрлі түсті қағазды қайшымен кесіп аламыз. Бізде қандай қағаз қажет? Түсі қызыл. Одан қандай фигура қаямыз? 3 бұрыш. Жақсы. Екінші фигурамыз? Домалақ. Домалақтың түсі? Сары. Сары. Бізде сары. Бар. Жарайды. Сарыны домалақты қиып алу үшін желімнің несін пайдалануға болады? Қақпағын пайдалануға болады. Бұл бізді фигурамыздың несі? Басы. Біз қазір геометриялық фигурадан жасалған адам жасаймыз, е? Бұл фигуралардың саны нешеу? Біз қай санды өтіп отырмыз бүгін математикадан? Неше деген санды өттік? Қай санды өттік? 7 санын өттік. Неше фигурадағы адамымыз неше бөліктен тұрады? 7 бөліктен тұрады. Мінекей. Дөңгелек қойып алдық. Келесі несі? Денесі қандай фигурадан? Шаршыдан. Түсі қандай? Күлгін. Тамаша. Сонымен бастадық. Бізге одан кейін не керек болады? Не керек? Одан кейін қандай түс керек болады? Кітаптан қарап айта ғой. Видеодан ба? Міне кітаптан қарап айта бер. Қандай түс? Жасыл. Мінекей мен 2 денесін қиып алдым. Ал мен видеодағы достарға айтып отырмын. Келесі жасыл. Жасылдан нені жасаймыз біз адамның? Қолын жасаймыз қазір. Қолдарын жасаймыз. Күлгінден несін жасадық? Қолдары нешеу? Қолдары? Адамның қолы нешеу болады? Біреу. Адамның қолы нешеу? 2 болады. Қолдарын 2 қылып жасаймыз. Менде де 2 ғой? Бәріміз 2-ден. Бір қолда неше саусақ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 бір қолда 5 саусақ. Екінші қолымда да 5 саусақ. Ендеше біздің 2 қолымызда 5 саусақ. 5-5-те неше саусақ? 5-5-те неше саусақ 2 қолымызда? Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Бәрін қосып санасақ, шығады 10 саусақ. Мінекей мен 2 қолын кесіп жатырмын. Қазір осының барлығын не істейміз? Желім дейміз қазір. Сонымен достар, бүгін біз мынандай қазір қағаздарды желім дейміз. Мінекей 2 қолы дайын. Енді нелері қалды? Енді аяқтары қалды. Аяқтарының түсі қандай? Қара. Оның фигурасы қандай? Тік 4 бұрыш. Жақсы, тік 4 бұрыштан жасалған 2 аяқ. Сонымен достар, бүгін сіздер ата-аналарыңызбен сондай нәрсе жасап көріңіздер. Қазір көрсетеміз. Сол кезде жасап көріңіздер. Қазір желім дейміз, е? Қағаздың бетіне. Сөйтіп әдемі біздің 7 бөліктен тұратын, 7 санына арналған фигуралық геометриядан тұратын адам жасаймыз. Мінекей біздің 2 аяғымыз дайын. Достар, қазір біздің адамымыз да дайын қалды. Ал кәнекей жасайық. Ал кеттік, бастаймыз. Бірінші кәнекей адамның бас киімін желім дейміз. Ал желім дей ғой. Киімін желім дейміз. Өзің желім дей ғой. Давай.
Мынау жабыстыр. жоғары жағына қоя ғой. Жоғары жағына. Қойдым. Тұз қоямыз. Енді одан кейін несін желімдейміз? Басын. Алма желімдей ғой. Астына желімдей ғой. Кән, бас киімге қарай. Жақындатып. Жақсы. Енді одан кейін несін желімдейміз? Кеудесін. Кеудесін желімдей ғой. Жабысқақ екен. Желім ғой енді. Жақсы. Енді. Слаймға ұқсайды. Енді нау? Сонымен достар. Қолдар. Қолдар. Ал қоя қойна сен жүгір. Сонымен достар. Біз мұны қазір анализді жасап боламыз. Ой, кешіріңіздер достар, адам сәл бүлініп қалды. Келесі. Мына жаққа екінші қолы. Екінші қолы. Қана. Кән. Көтер. Жоқ. Кән денесіне жақындатайық. Қойдым. Енді нелер қалды? Аяқтар. Аяқтар. Ал аяғын желімдей ғой. Делеміз. Аяғы жүрді тұр. Мына жерде. Оң аяғы. Және сол аяғы. Оң қолы. Және сол қолы. Ал санайық, неше бөліктен тұрады? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Сонымен біз қандай санды өттік? 7 деген санды өттік. Достар, біздің адамымыз дайын. Келесі кездескенше сіздер де ата-аналарыңызбен осындай жасап көріңіздер. Жақсы, сау бол.